Баршаңызға сәлем. Бүгін мен каналымда пастаның жасалу жолымен бөліспекшімін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен газге салқын суды қойып, қайнағанша күте тұрамыз. Қайнағаннан кейін пастаға арнайы алған осындай макаронды салып шығамыз. Макаронымыз жабысып қалмас үшін осылай қасықтың көмегімен араласып, бір қайнағаннан кейін астын басып 15-20 минутқа пісіруге жібереміз. Ортасында салмаларын дайындаймыз. Алдымен жуан осындай көбікті көреміз, чеснок және құстың төс еті. Видеодағыдай құстың төс етін жіңішкелеп турап аламын, тез пісу үшін. Турап болғаннан кейін саңырауқұлақты жуып тазалап, дәл видеодағыдай турап шығамын. Кішкене қызанақтарымды да дәл осылай жіңішкелеп уақытып турап алдым. Табамды қыздырып, үстіне май құйып, туралған жуан мен чесногын салып, одан кейін тауықтың етін салып, қайнағанша қуырып алатын боламын. Бетіне қызанағын салып, бетін жауып, 5-10 минуттай бір қайнағанша бетін жауып қоямын. Дәл осылай араластырып, бетіне саңырауқұлақ салып 20-25 минутқа пісіріп алатын боламын. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламын. Осылай араластырып аламын да бетін жауып, піскенше қойып қоямын. Ешқандай су ештеңе құймаймын. Оған дейін сырымызға сөркіден өткізіп, дәл осы бір жұмыртқамен араластырып аламын. Бұны мен піскен макаронға қосатын боламын. Бұл сұйық майды макароным жабысып қалмас үшін құйған болатынмын. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай сырымды макаронмен араластырып алдым толықтай. Енді тауық еті дайын болғаннан кейін үстіне осындай сливкемді құйып, макаронды салып, осылай тәрлікке салып ұсына берсеңіздер болады. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.